Сәлем достар, бүгін біз смородинадан тосап дайындайтын боламыз. Ол үшін 1 стакан суды құйып аламын. Маған 1 стакан су және 400 грамм қант керек. Сіздер 300-400 немесе одан да көп салсаңыздар болады. Мен өзім қантты көп салғым келмейді. 400 грамм жетеді. Ал смородинам 1 килодан 100 граммдай асады. То есть 1 кило. Осылай бірінші сиропын дайындап аламын. Сумен қантымды араластырып, кішкене ақырын баяу отта қайнатамын. Содан кейін барып дайындап қойған смородинамды жуып, осыған салып, сиропына саламын да, бір 15 минут 20 минут бұқтырып қоямын. Жазда осындай менде қазір пісіп жатқан смородина болғандықтан көп алған жоқпын. Тек қана піскендерін алдым. Осылай араластырып, беттерін тегіс қылып, бір 20 минуттай баяу отта қойып қоямын. Смородинаның тосабы білесіздер өте пайдалы. Шаймен ішсеңіздер де, немесе пирог, сондай кез келген жаңағы бисквиттарға қоссаңыздар да өте пайдалы. Осылай ақырын қойып қоямын. Өзі қайнай бастаған кезде бетіне осылай көбіктер шыға бастайды. Ақырын араластырып отырамын, өйткені менде кастрюлем эмалированный. Араластырмасам асты жабысып күйіп кетеді. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Алда әлі де көп рецепттер болады. Міне осылай көбіктерін алып отырамын. Көбіктерін ақырын алып отырамын. Осылай қайнатып, баяу отта 1 сағаттай қайнатсаңыздар да болады. Мен бірақ смородинаның өзі өте пайдалы болғандықтан көп қайнатқым келмейді. Кейде мен тіпті қайнатпай, осылай тек қана қантпен бұқтырып қойып, заморозить еткенге де өте жақсы. Солай ұнатамын. Сіздер өз қалауларыңызша 1 сағат, 1,5-2 сағат баяу отта қайнатсаңыздар болады. Егер суын көбірек құйсаңыздар, кішкене қою болам дегенше көп қайнатсаңыздар болады. Маған бірақ қатты қою керек емес, кішкене сұйықтығы мен қоюы бірдей варенье керек. Міне осылай ақырын қайнап азая бастайды. Сол кезде көбіктерін ала беремін бетіндегі. Ақырын астын араластырып тұрамын. Өйткені асты тез қатып қалуы мүмкін. Міне, маған керекті мөлшер өзі келе жатыр ақырындап. Сұйықтығымен смородинам қатты бір-бірімен жабысып, джем сияқты болмау керек. Міне, достар, дайын болды. Қараңыздар, мен осында 2 банкаға жеткілікті қылып салдым. Стерилизация жасадым банкаларымды. Осылай құйып алдым. Шаймен ішсеңіздер де, қонаққа қойсаңыздар да өте дәмді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Алда өте жақсы рецепттер болады.